Міне біз поролоннан және матадан ою ойып дайындап алдық. Енді поролон мен оюымызды осылай бір-біріне беттестіреміз. Беттестіріп жабыстыратын боламыз. Енді бізге осы оюды жабыстыратын осындай велюрдан мата керек. Ені бұл матаның 36-да 36 кесіп аламыз. Осының бетіне біз ою жабыстырамыз. Бұл матаға біз флизелин жабыстыруымыз керек. Флизелиннің бір жағын қарасаңыздар жылтыр, түйіршек болады. Бұл матаның клей жағы. Сол клей жағын матаға қаратып қойып, үстінен ыстық үтікпен үтіктеп шығатын боламыз. Матаны ұзыннан қойсаңыздар, флизелинді қарама-қарсы көлденеңнен жабыстырамыз. Матаға қарама-қарсы көлденеңнен. Парды көп бермейміз. Оқтын анда-санда пар беріп отырып үтіктейміз. Егерде жиі пар беретін болсаңыздар, онда матаңыз суланып, клейі ажырап кететін болады. Әр жерге 4-5 секундтан тоқтап отырып, жақсылап жабыстырамыз. Дұрыс жабыспаса, ертең ою тіккен кезде флизелині ашылып кетеді. Парды анда-санда беріп отырамыз. Жиі бермеңіздер. Міне флизелинімізді матаға жабыстырып алдық. Енді бұрыштарын қосып, сызғышпен сызып аламыз, бормен сызамыз. Бор өйткені ертең өзі өшіп қалады. 4 бұрыштарын қосып, осылай сызып шығамыз. Бұл сызған себебіміз оюымыз тура ортада тұру үшін және оюдың бұрыштары матаның бұрыштарына сай кеп тұру үшін осылай сызып белгілеп қоямыз. Поролонның клей жағын матаға қаратып қоямыз. Бұрыштары бір-біріне дәл сай кеп тұру керек. Поролон қозғалып кете беретін болғандықтан, осылай ортасын, центрін тауып алып,
өйстіп түйреуішпен түйреп қойсаңыздар да болады. Енді матамызды поролонның бетіне қоямыз. Түгін қараңыздар, астыңғы матаның түгі қалай қарай жатып тұрады. Оюымыздың да түгі солай жату керек. Егерде төмен қарай жатып тұрса, оюдың түгін де төмен қарай жатыңқы етіп солай жабыстырамыз. Міне барлығын осылай қойып шықтық матамызды губканың үстіне. Бұрыш-бұрыштарын келтіреміз, сол кезде оюларыңыз түп-түзу жабысатын болады. Кішкене осы процесс күрделірек, өйткені қайта-қайта қозғалып кетеді, поролон қозғалады, біресе бетіндегі мата қозғалып кетеді, жабыстырғанша қиындау. Менде қате кетіпті, көрдіңіздер, түгін мен теріс қаратып қойыппын. Қайтадан түзулеп қойып жатырмын, дұрыстап. Оюдың түгі мен матаның түгі екеуі бір қарап, бір жаққа қарай қарап тұру керек. Осылай центрін тауып алып, дәл ортасына осылай түйреуішпен түйреп қойып қадап, түйреуішпен қадап, оюды орналастырамыз. Үтігімізді қыздырып алып, қызып тұрған үтікпен қазір енді үстінен басып, парымен үтіктеп шығатын боламыз. Жабыстыруға негізі асықпаңыздар, осылай әдемілеп бәрін дұрыстап қойып алыңыздар. Шетінен пар беріп отырып, қатты баспай, басында жайлап жабыстырып шығамыз. Аккуратно, асықпай жабыстырыңыздар, өйткені қайта-қайта қозғалып кете береді. Қиындау кішкене осы жабыстыруы.
басында ең бірінші жайлап қатты үтікті баспай бетіндегі матасын паутинкаға жабыстырып алған губкаға жабыстырып аламыз. Сосын барып қатты басып губканы астындағы матаға жабыстырамыз. Бірінші тек матаны жабыстырып аламыз, көрдіңіздер ғой, поролонға. Енді басып поролонымызды астындағы матаға жабыстыруымыз керек. Жабыстыруы ұзақ уақытты алады. Міне қисық кетсе қайтып ашып, қайтадан жабыстырыңыздар. Енді артқы жағынан тағы да пар беріп үтіктеп жібереміз. Поролонымыз матаға жақсылап жабыстыру үшін. Өйткені оң бетінен жабыстыру қиынырақ болады. Өйткені поролон қалың, білесіздер. Үтікпен үтіктеп онша жабыстыра алмаймыз. Теріс жағынан осылай үтіктеп жіберіңіздер. Міне жабыстырып болдық. Поролонымыз да матамыз да бір-біріне жабысып қалды. Бізге осындай ою керек болған, үшеуінде дәл осы техникамен жабыстырып шығамыз. Дұрыс жабыспаған жерлер болса, қайтадан үтіктеп жіберіңіздер. Паутинканы осылай оюды жабыстырған кезде пар беріп жабыстырамыз. Ал флизелинді парсыз жабыстырамыз. Міне 36 матамызды қақ ортасынан бөліп алды, осылай 2 штук қылып. Енді осының енді центрін сызғышпен сызып аламыз, бормен сызамыз. Ручкамен сызып қоймаңыздар. Енді жарты оюымызды клей жағын матаға қойып, астыңғы матаға қойып, бетіне паутинка жабыстырылған оюымызды қойып, бұны да дәл алдыңғы ою жабыстырғандай үтікпен басып жабыстырып шығатын боламыз. Бұда да қадағалаңыздар, матаның түгі қалай жатып тұр, оюдың да түгі солай жату керек. Бәрі бір бағытта болғаны дұрыс.
Поролон қозғалып кете беретін болғандықтан түйреуішпен центрін тауып түйреп қойыңыздар. Бірінші қатты баспай, жайлап үтігімізді қойып, бірінші матаны жабыстырып аламыз. Губкаға матаны жабыстырып алуымыз керек. Сосын барып, осылай үстінен қатты басамыз. Сол кезде губкамыз астыңғы матаға жабысатын болады. Пары беріп отырып жабыстырамыз. Бұны да тура алдыңғы ойып жабыстырғанымыздай артқы бетінен үтіктейміз. Поролонымыз матаға жақсы жабысу үшін. Міне жабысып болды. Енді бізде осындай ойып төртеу болатын. Төртеуін де тура осылай жабыстырамыз. Енді көрпеміздің төрт бұрышына қоятын оюымызды жабыстыратын матамызды дайындаймыз. 36-да 36 мата, астына флизелин жабыстырылған матамызды осылай бұрыштарын қосып, төрт бұрышын бір-біріне қосып аламыз. Енді қосып алған сызығымыз бойынша матамызды қайшымен қиямыз. Міне төрт штук шықты. Енді осы кішкентай оюымызды, бұрышына қоятын оюымызды матаға осылай қоямыз. Клей жағын матаға қаратып қоюды ұмытпаңыз. Поролонның бір жағына не жабыстырдық қой, паутинка. Соны матаға қаратып қоямыз.
Бұны да алдыңғы оюлар сияқты осылай астынан бір үтіктеп жібереміз. Міне, біздің бұрышына қоятын оюымыз дайын. Бізге дәл осындай оюдан 4 штук керек. 4-еуін де осы техникамен жабыстырып шығамыз. Оюларымызды жабыстырып болдық. Енді зигзагтап шығуымыз керек. Машинкамызды зигзагқа дайындаймыз. Мынау бірінші тұрған рычагты сыға қоямыз. Жібіреттеуіш ара қашықтығын 2-ге қоямыз. Жіптің ара қашықтығын 1-ге қоямыз. Және жіптің ұзын биіктігін 3,5-ға қоямыз. Енді бисмилла деп зигзагымызды тігуді бастаймыз. Қолымызбен губканы басып отырып, осылай лапканың шетіне қоямыз. Ине педальды бірден баса салмай, жайлап қолмен инені түсіреміз. Қолмен басып отырып деген дәл түбінен, көрдіңіз бе, дәл лапканың түбінен қолмен басып отырамыз. Өйткені губка қалың, машинка секіріп тігіп кетуі мүмкін. Міне көрдіңіздер ғой, дәл лапканың түбінен қолымызбен басып машинкаға көмектесіп отырамыз. Осы бұрышына келген кезде қараңыздар, дәл бұрышына келіп тоқтай салмаймыз. Кішкене асып барып, 3-4 сантиметр асып барып тоқтаймыз. Иненің қай жерге тоқтағанында мән беріңіздер. Кез келген жерге инені қадай салуға болмайды. Ине дәл қоңыр матаның шетімен жүріп отыру керек. Не асып кетпеу керек, не ішке қарай кіріп кетпеу керек. Ине дәл қоңыр матаның түбіне түсіп отыру керек. Сол кезде зигзагтарыңыз әдемі және тегіс шығатын болады. Асықпай тігіңіздер зигзагты, педальды жай баса отырып. Губканы қолмен басып отыруды ұмытпаймыз. Машинаңыз секіріп кетуі мүмкін. Бұл зигзаг тіккен кезде мен 100-дік, 110-дық ине қолдандым. 100-дік ине қолдандым. Өйткені қалың, губкада қалың. Жұқа ине сынып кетуі мүмкін, және дұрыс тікпеуі де мүмкін. Қолымызбен губканы басып отырып, осылай машинкаға көмектесеміз. Бұл бытовой машина болғандықтан дұрыс тікпей қалуы мүмкін. Бұрыштарын айналатын жерлерге келген кезде педальды жай басып отырып, қолмен матаны асықпай айналдырып отырып тігеміз.
осында бұрыштары айналатын жерлер қиындау, кішкене асықпау керек, жай айналдырып отырып тігу керек осындай жерлерін. Міне кейбір жерлерді губка кішкене шығып кетті сыртқа. Сондай жерлерін міне қайшымен осылай демеп кіргізіп жіберіңіздер. Губканы ішке қарай кіргізіп отырып, үстінен басып тігіп шығамыз. Иненің тоқтаған жеріне де мән беріңіздер. Көрдіңіздер ма? Мен мынау сырт жағына қарай тоқтаттым инені. Айналдырған кезде инені матаға қадап, лапканы ғана айналдырып аламыз. Лапканы көтеріп, астындағы матаны айналдырамыз. Бұрыштарына келген кезде кішкене асып барып тоқтаймыз. 3-4 миллиметр асып барып тоқтаймыз.
Міне зигзагымызды бәрін тігіп шықтық. Оюымыз томпайып тұр, міне 3D болып. Енді дәл осы техникамен мына оюды да және бұрыштарына қоятын оюларымызды да тігіп шығамыз. Осы екі оюды дәл осы техникамен тігіп шығатын боламыз, зигзагтап.